бабам бабадан, жайлаған қошқар атаны алтадым шекті бабадан. Баубекти батыр ұл туып бір құдайына қараған, халқына қалмақ шапқанда қалқан болуға жараған. Еліне асқан беделі кім десе шекті дереді, шегітке денде көп еді, шекарасы да кең еді. Үшінші ұлы шектінің Баубегім батыр ереді, атадан алған еншіден қыздар шыққан жер еді. Темір вақты тұңғышы, жау жүрек батыр бұлғысы, ортаншы ұлы көкбөрі, ерліктің ерен үлгісі. Жаңғылыш қара шаңырақ, жігіттің 8 қырылысы, үшеуі атқа қонғанда жамырап қашқан мыңғысы. Баубектен шыққан қарқынбай, әр жүзі нақыл алтындай, шәкірді асан ишанда сабағын берген сарқылмай. Қозайдар ишан шәртіге мұсылмандықтың қалпындай, бабамдай болсам арман не, басқа болуға талпынбай. Тарихтың бетін аралап, басылын айттым саралап, есімі есіл бабамның, ұрпағым саған аманат. Ерлігін еске алсын ел, қамшымен жауын қақ бөлген, құдіретің жетсе қарсы кел. Өте қыл бабам өтіп сол, дұшпанға бермей қарыс жер, Қалдыбай сынды батырды жақын өтігіл жау сүйер. Қазағым деген қаһарман, торайғыр батыр атанған, есеттің өзін жол бастап, адаспай түнде апарған. Орынбай қарттың күйлері оралмай жатыр сапардан, Қазанға өзі атамнан арнайы барып баталған. Сөзінің таудай салмағы, таудан да биік арманы, жауынгер ақпан шайыры, алаштың арлы саңлағы, кеңес одағы батыры, қарағұл жұман қараланы, сәулетші қожай қошықта өз заманының заңғары. Шектінің аты жаманат, алмаған елден жаманат, өрісте Баубек бөлікте, шыңғысы тұрған ағалап, тарихтың бетін аралап, асылын айттым саралап, есімі есіл бабамның, ұрпағым саған аманат. Қазақ даласы артында ізгілікті амалы қалған, ізі өшпеген тау тұлғаларға бай қасиетті өлке. Халқы қастерлеген әруақты бабаларымыздың бірі Баубекұлы Көкбөрі батыр өз өмірін ел тұтастығына арнаған, көшпелі елдің келешегі үшін жаумен жайғасқаны, ерлік еңбектері қағазға жазылмай-ақ ел аузынан аңыз әпсаналар арқылы ұмытылмай бүгінге жетіп отыр. Көкбөрі батыр ұрпақтарының баба рухына арналған Ақтөбе облысының Шалқар қаласында ұйымдастырылған іс-шарасына белсене қатысқаныңыз үшін сізге барша Баубек ұрпақтары атынан алғыс білдіреміз.